бүгінгі бағдарламада. Енді Шымкент Алматыдағыдай адам басына $100. Содан беріп жүрдім $30,000. Жұлдыздардан осынша ақшаны кім боп салап жатыр? Өле масқара Мақпал апамның естіп өлтіреді ғой. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Меломен тобы бір күнде бірнеше жаңалық жасап, әйтеуір біреуі халыққа ұнайды деп сенеді. Меломен тобы биылға осы бір жылдың ішінде 4 бейнебаян түсіріп үлгердік. Ринат Баситовқа кімдер жабылды? Сонымен қайтып достар бәрі жиналып 100 адам насып кетті. Қайрат демекші. Ойланды осы Қайратын өзі би қуасып екен. Тәуекелші. Оны бетмен басып айтқысы келеді көбісі. Олардың өмірі осындай. Күнде думан, күнде той. Жай күнді қуанышты шараға айналдыратын жұлдыздардың төл мерекесі екесе қызықты өтуі керек. Бірақ барлығы үшін емес. Ал кеттік. Жұлдыздардың туған күніне бірге барып қайтайық. Сиви Махмудидің туған күніне санаулы, бірақ өз жанына қалаулы жұлдыздар ғана келді. Бірақ тамаққа тойып, әнге билеп, келген журналистерге сұхбат берген сахналас достары туған күн иесінің нешеге толып жатқанынан бейхабар көрінеді. Себебі ма, так, 31-ге толып отыр ғой, 86 ғой. 30-ға толып отыр. 30 ғой, 86 ғой. Сиви ма? Сиви менен бір жас кішкентай. Бір 27-ге ма толып отыр ғой. Жоқ, 89 болсындай ғой. Бұған бір шетінен жігіттер кінәлді емес. Сивидің өзі жұрттың бәріне 18-демін деп соғып жүр. Қыздың жасын айтпайды, жасымды айтпай қойыш деп па? Онда юбилей емес, шыны керек, енді сәті сондай болып тұр. Мерейтой болмаса да ол әппақ дастарханын жайып той жасады. Бәленбай $1000 ақшасын жұмсады. Жалпы жұлдыздар туған күн тойлағанда ақшаға сараңдық етпейді. Өйткені көп жағдайда өздері шашылмайды. Мен шындықты айтам, мен танымаппын. Өткен біреуінің подаркасы мен отырған жерде мысалы шотымды да қарасаң жауып қойған. Білмейсің кім жауып қойған, балалар жауып қойған ба? Енді Шымкент Алматыдағыдай адам басына $100, 20,000 теңге кетпейді. Ол жерде адам басына 2,000 теңге, 3,000 теңге ары кеткенде. Мен даже білмеймін қанша кететін, шыны керек. Кетсе көп болса 300-400 мың кететін шығар. Ринат Баситов туған күн тойлағанды ұнатпайды. Өйткені Апат болды 2 жыл бұрын. Сол туған күн түсті ғой. Түстім ертеңізде туған күн. Осыдан 2 жыл бұрын тоже үйде отырған едім, Қайрат келіп, Қайрат алып шығып кетті, туған күн жасайық деп. Сонымен қайтып достар бәрі жиналып 100 адам насып кетті. Сонда тірістер болмаса мен үйде отырып. Жеке меншік мейрамдарын тойламағандықтан болар, олар әріптестерінің де қай күні туғанын мүлдем білмейді. Роза білмеймін шықайсың. Майғазы? Сәкен туған өтіп кетті. Төлеғалидің туған білмеді. Қайраттың туған күнінде. Енді күндерін білмедім. Мөлдірөбектің туған күні. Есімде жоқ. Жинсана Мақпал апа? Тоже есімде жоқ. Өле масқара Мақпал апамның естіп өлтіреді ғой. Жоқ, Мақпал апаңыз өлтірмейді. Өйткені ол да туған күнін тойлағанды ұнатпайды. Есесіне биыл анасының 80 жылдығын дүркіретіп жасайтынын айтты. 250 адамдай. Солай болып қалады. Қаржысын әке, жоспарланды. Бәрін төліп қойдым, бәрін жіберіп қойдым. Туған күніне бәрін кеше апайым кетті, енді содан беріп жүрдім $30,000. Мақпалдың анасының жасын барлық жұлдыздарға берсін. Өйткені Егер әрине жаңағы 60-қа толып, 70-ке толып жатсақ, мен сол 80-де жасаймын ау, кеңіздер, Қызым көзімдегі мөлдір қарашығым. ол
жалғыз қызының білімін қадағалап қашанда шетелге оқытуға тырысады. Алайда ана Мақпалдың мерейі биыл Америкаға кетпейтін болған. Мерейді енді 3 жыл қатарымен шетелге барып, 1 айдан оқып келді. Ағылшын тілін меңгеріп, соның оқуын оқыды, өте жақсы меңгеріп алды. Ал енді қазір білмеймін, енді көбінесе Америкаға баратын, Майами, со жақтарға баратын. Есесіне, Мерейдің анасы үшін биыл еңбек пен жұмысқа толы жыл болды. Өйткені оның шығармашылығына тура 35 жыл. Жаңадан бейнебаян түсірдім, ауылға барам деген әнге. Оны біз Бауыржан Рахымбековпен бірге орындадық. Құдай қаласа осы ендігі аптада осы айдың аяғында дайын болады. Ал жақында шығарған күй табағының жартысын әнші тегін таратады. Бұл халық әртісінің тек өзіне тән ертеден қалыптастырған дәстүрі. Жаңа DVD, CD дискілердің бәрі домбырамен, жеке таспа бәрі шығып жатыр. Оның бәрін енді біз сауын кесе бермейміз, шығып жатыр. Барған жерлерде сатылады, менің концертім болған жерлерде. Я болмаса тойларға барғанда тойда таратып жүремін. Мақпал апайлары сияқты үн таспаны тегін таратуды Алашұлы тобы да әдетке айналдырмақ. Жақында шыққан альбомдарын барлық журналистерге тарту еткен. Алашұлының ең алғаш үн таспасы жарыққа шықты. Мақтан айтарлықтай Алашұлы деп атын қойдық. Жалпы осы үн таспамызда 18 ән бар. Жалпы Алашұлының орындауындағы әндер және басқа да фильмнің саундтрекі болған. Жыл аяқталғалы жатса да, жұлдыздардың жаңалықтары бітер емес. Мәселен, Алашұлы тобы күллі алаштар алау мақсатында гастрольдік сапарға аттанды. Ал Мақпал Жүнісова анасының мерейтойын атап өткен соң мерейдің сабағына кіріседі. Әрі қарай инсталайық. Актер Тәуекел Мүсілім шетелде кімді іздеп жүр? В поисках мамы. Анасын Америка мен Бішкектен іздеген жұлдызға ел неге өкпелі? Оны бетмен басып айтқысы келеді көбісі. Тәуекелдің үйленбей жүргеніне әртістердің ойғандай. Соқыр махаббат деп шығады. Слепая любовь. Ал Азия тобының мүшесі Ринат қыруар ақшаны қайдан алып жүр? Ақша тапқанда, бір ақша табатындай заводым жоқ. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Меломен тобы бір күнде бірнеше жаңалық жасап, әйтеуір біреуі халыққа ұнайды деп сенеді. Меломен тобы биылға осы 1 жылдың ішінде 4 бейнебаян түсіріп үлгердік. Ғазизхан Шекербеков Қайрат Нұртасқа сабақ беріп жүр. Бердім, сабақ бердім. Қайраттың досы Төреғалидан кімді қызғанды? Төреғалидың өзіне берсем, кішкене қызғаныш болып. Түрік жұлдызы Бурай Қазақстанға кеп тойдан табыс көрмек. Түрік тілі мен қазақ тілі өте ұқсас келеді. Бәрі білет, мен профессионалдық тележүргізуші емеспін, актер емеспін. Кәсіби актерлық мамандығы жоқ Мүсілімді танымал режиссерлар анда да, мында да сүйреп жүр. Мамандардың көңілін тауып, жүрегіне жол тапқанымен көрерменнен естейтін сыны көп. Сондықтан кейде бір кемшіліктерін болып жатқан кезде, оны бетмен басып айтқысы келеді көбісі. Бойындағы бұрыс құлығын дұрыстап, дұрысын киноға арнап жүрген Тәуекел жақында ел асып Америка мен Бішкекке жол тартты. В поисках мамы атты жаңа фильмінің басты рөлін сомдау үшін әрине. 70% сол Лос-Анджелесте түсірілді, 30% Бішкекте. Тақырыптың енді өзі айтып тұр. Киноның аты В поисках мамы, ол енді отбасылық неше түрлі қиындықтарды, енді өзекті мәселелерді қозғайды. Одан бөлек Баян ханымның жаңа жобасында аты мен затын бүркемей басты рөлге түспекші. Тәуекелдің тәуекел етіп кәсіби музыка әлеміне де кіргісі келетінен жанкүйер хабардар. Жаңа күн жағады алауын. Ән айту жағы енді кішкене уақыт жетпей жатыр оған. Қазір дайындалып жүрмін бұлай, неге вокалға барып. Бұлайша енді
жақсы дайындалып барып шығам ба деген ойым бар. Тәуекел ән айтуға дайындалып жүргенде Ринат Баситов киноға тай-тай қадам жасауда. Арман бар еді. Сол Сиви екеуміз өкініштен кейін бәрі айтып кетті, осыны бір кино түсірсең де, кино түсірсең Сивиді айтады, түсірсек деп осыны түсірдік енді бірінші. Жаман емес сияқты. Тойдан қалтасын қалыңдатып алған әнші енді кино саласынан табыс түсірме. Оның үстіне Азия тобы тарап кетті. Енді Ринаттың режиссерліктен басқа істейтін жұмысы да жоқ. Көп болды ғой кино байланысып, клип байланысып жүргенімде. Киноның аты Соқыр махаббат деп шығады. Слепая любовь. Бұйырса енді 2 мартқа премьерасын қойдық. Кәсіпкердің жалғыз қызы Сивидің көмегімен кино түсіріп жүрген экс-әншінің табысы молайғанға ұқсайды. Енді оны айтпаймыз. Жоқ, ақша тапқанда бір ақша табатындай заводым жоқ. Эстрада коммерцияға жұмыс жасайды халықтың талабына. Коммерцияға жұмыс жасайтын бұл сазгер бүгінде Меломен тобына продюсерлік етеді. Жаңа басшыларының есеп-қисапқа жақындығынан болса керек, жігіттер шоу-бизнесте болмаған нәрсе жасады. Өздеріңіз көргендей, Меломен тобы биылға осы 1 жылдың ішінде 4 бейнебаян түсіріп үлгердік. Күз келгенде алтын бақ тұнжырайды. Бота қызаты, опа ән аты. Қызыған қолымдағы қопырған қызыл гүліңнен. Сүйгенім бол, бірге өссем өзіңменен арманым сол. Алда жоспарлар көп. Көбісіне енді кішкене бір тосын болсын, істеп алып, арық сөйлеп семіз шықсақ па деген ой негізінде. Бірақ енді алдағы уақыттарда көптеген жобалармен үйлестіріп. Ұшын айтып қойық па. Деп сырдың шетін қайра бастаған азаматтар дереу құпияшыл болып алды. Жоқ, айтпайық. Өйткен солай басшымыз, продюсеріміз Бауыржан Есебаев солай айтты. Кішкене жасырын ұстайық, алдағы уақытта көресіздер. Бүгінде Меломеннің продюсері ғана емес, жеке сазгеріне айналған Есебаев кезінде Ернар Айдардың бағын жақты. Жарығым-ай, осы сенің өзгермес қалыбыңа. Ал Ернарға дейін Қайрат Нұртасты адастырмай арманына жеткізді. Арман, адастырмай мені қояды. Енді міне Бауыржан мырза бауырлары Меломенді қамқорына алған. Өйткені әнді шетелден ала салатын Ернар Айдарға сазгердің көмегі онша керек емес. Ал Қайрат тек қана өзіне және тек қана хит жазатын сазгерді тауып алған. Ол туралы өзінің парақшасынан көрейік. Әрі қарай инсталайық. Ғазизхан Шекербеков Қайрат Нұртасқа сабақ беріп жүр. Бердім, сабақ бердім. Қайраттың досы Төреғалидан кімді қызғанды? Төреғалидың өзіне берсем, кішкене қызғаныш болып. Түрік жұлдызы Бурай Қазақстанға келіп тойдан табыс көрмек. Түрік тілі мен қазақ тілі өте ұқсас келеді. Көбінесе жақсы әндерін жаздым. Сен де мен деден басталды. Ғазизхан Шекербектің мақтанатын жөні бар. Бұл жігіт бүгінгі талай хиттің авторы. Мәселен, сол кездерде прайымдағы не болып жатты. Жаралы жанның әні болып жазып бердім артынан. Сосын мен оралам жазып бердім сол кездерде. Сол жаңа ушу болып атқан кезде. Аңсайды жаным, өткеннің бәрі. Тарам-тарам жол көп, аяғың басаңда. Адасып қап жүрме бәрін байқа. Байқа демекші, Ғазизханның мықтылығын байқаған Қайрош бүгінде оны ешкімге бергісі жоқ. Талантты сазгер мен феномен әнші ажырамас дос қана емес ұстаз бен шәкіртке айналған. Бердім, сабақ бердім.
жібер ішіңді. Достар, жібер наны. Қайраттың үйінде қонып қалдым Астанада, сосын ойладым да, осы Қайрат өзі ұйқы басып екен. Үйінде жаңағы тартатын кіші граммана мини фортепиано тұр екен. Осы азында ұйқыдан тұрған кезінде өлең айтуға қызығам екен, осы или жаңағыдай деп жүрем екен деп шаршап бәрібір жүріп деп. Қайратке да деген ол да кіріп кетті деп. Ғазизханның әндеріне Қайрат қана емес, аты шулы Төреғали да құда түсіпті. Алайда сазгер дуэт жазып, дуэт орындауды жөн көрген. Себебі сосын өзім орындасам шамам жетпей қалам әлі танымал емес. Төреғалидың өзіне берсең кішкене қызғаныш болып тұр, өзіңде айтқың келіп тұрды. Сондай кездерде айтам, бірге айтайықшы деп. Шекербектің шекердей өтімді әндерін қызғануы орынды. Өйткені қазақ түгілі түрік әншісі Бурайды бұл туындыларға қызығуда. Тіпті Ғазизханның байқасын Нұртастың Қайратымен дуэтте орындаған. Төреғали мен Қайраттың әндері заманауи жанрда. Осы жағынан бірге жұмыс істеу қызық болды. Мен олардың өскенін осындай заманауи әндер айта алатынын көрдім. Сондықтан жақында түріктер қазақ әндерін ұрлап жатса таң қалмаңыздар. Ал Ғазизхан мен Қайраттың жұмыстары әлі де жалғасын тауып жатыр. Сосын Қайратқа ұсынып дуэт орындайықшы деп. Ешқандай қарсылығым жоқ, сен мен орындай берем, 4 рет орындаймын. Сонымен сөйтіп жазылып, әйтеуір екінші өлең бота көздерге арналып. Екеуі де әйтеуір мен бетке ме ақтай ма, болмаса шынымен ұнап жатыр ма, ұнап жатыр деп ойлаймын. Енді әйтеуір көрген адам күшті шығыпты деп жатады. Содан кейін жаңағы Мейрамбек аға екеуінің дуэтін Алла қаласа өзім жаздым деп мақтанып жүрмін. Әнді жүрекпен айтатын жүректі әншілердің дуэті әлі еш жерде орындалмады. Қайрат бұл әнін сарымайдай сақтап жүр. Жеке кешінде тұсауын кеседі. Түрік жұлдызы Бурай Қазақстанның той бизнесіне қызығып кетіпті. Биген ғайлы әндер жазып, қазақтай кең халықтың тойына патша болуды көздегенге ұқсайды. Оның үстіне тіл жағынан қиындық болмайды дейді. Түрік тілі мен қазақ тілі өте ұқсас келеді. Сондықтан да тілден алғанда қазақтар тіпті түріктерді көбірек түсінеді. Ал енді музыкаға нақты келсек, әр әлемде музыка бірдей десек те болады. Бұл ортақ универсалды тіл. Алайда Қазақстанға келген соң қазақ жұлдыздарымен жарыспаймын деп сөз берді. Менің жеке түсінігімде музыка деген жарыс емес. Сондықтан музыкант, әнші өзінің өнерін насихаттаған кезде сезімін білдіреді, құлаққа естіртеді. Қазіргі таңда Бурай Түркияда емес, Австралияда тұрып жатқан көрінеді. Оның елден жырақта жүргені жұмысына әлбетте әсер етуде. Мен Түркиядан алшақтау Австралияда жүргеннен кейін өзімнің поп музыкаларымды жазғаннан кейін менің әндерім 10 жылға артқа қалып қойғанда елестейді. Негізі өзімді 90 жылдары жүргенде елестеймін. Себебі 90 жылдардағы әндермен шабыттанамын. Ал Қазақстанға келген соң қандай музыкадан шабыт алатынын уақыт көрсетер. Әзірге Төреғалимен орындаған бір түрлі қызбен Қайратпен шырқаған байқаны халқымыздың бір түрлі қабылдап жатқанын байқадық.